Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Отбасыларыңызға тыныштық, тату-тәттілік, бақ-береке тілеймін. Мен сіздермен бүгін өзімнің Наурыз көжемнің жасалу жолымен бөлісіп кетемін. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз таза қазанымызға мұздай суымызды құйып, қазымызды және де еттеріміздің барлығын тап-таза қылып жуып, тазалап, қазанға салып аламын. Менде кішкене асығыстау болғандықтан еттерімді сразу турап, дайындап салдым. Қазанға салып, астын қатты қойып, бетін жауып қоямыз. Қайнаған кезде көбігін алатын боламын. Наурыз көжеміздің ішіне жүгерімізді, ловиямызды, бидайымызды, құрт, күріш және де машымызды жуып дайындап алдым. Кеспе көже қосып жіберетін боламын. Етіміздің үстіне мен сразу жүгерімізді қосып алдым, екеуі бірге пісе берсін деп. Негізі жеке-жеке қайнатып алсаңыздар керемет болып шығады. Мына жерде машымызды, бидайымызды және де ловиямыздың үстіне қайнаған су құйып, 1 сағатқа бұқтырып қоятын боламын. Сол кезде тез пісіп шығатын болады. Бетін пакетпен жауып қоямыз. Қазанымыз қайнайын деп жатыр, бетінің көбіктерін тап-таза қылып алып аламын. Әр жарты сағат сайын бетіндегі көбікшелерін тазалап отырамыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Жаңадан видео шыққан кезінде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Және де сіздер Наурыз көжені қалай жасайсыздар, комментарий бөліміне бөлісіп кетсеңіздер болады. Әр өңірде әр түрлі жасайтын болғандықтан өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Және де әлеуметтік желіде өз достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Сорпамыздың бетіндегі көбігін барлығын тап-таза қылып осылай алып аламын. Етіміз 1 сағат қайнап, жүгеріміз кішкене жарылайын дегенге дейін қайнатып аламын. Астын жайлау қып қайнататын боламын. 1 сағат қайнағаннан кейін тағы да бетіндегі көбіктерін алып тастап, сорпамыз тап-таза мөп-мөлдір болып шығады. Асты жай отта қайнау керек. Енді осы сорпамыздың үстіне бұқтырып қойған жаңа ловиямызды және де машымызды қосып, тағы да қайнататын боламыз. Осы кезде мен сәбіз де қосып жіберемін. Сәбіз қосқаным түспей қалыпты. Дәмі ерекше болу үшін сәбіз, картошка қосып жіберемін. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоса бересіздер. Тұзын да өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосасыз. Енді бидайымызды, күрішімізді және кеспемізді, картошкамызды осы кезде салып, барлығын бір піскенге дейін қайнатып аламыз. 1 сағаттай
сол кезде өте дәмді болып шығады. Біздің уже көжеміз пісуге дайын. Пісейін деп қалды уже. Күрішіміз бен бидайымыз пісіп шықса, уже дайын болады. Міне біздің наурыз көжеміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, ұнамаса ұнамаған пікірлеріңізді, қате кеткен жерлері болса, астына комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Қазысын жеке бөлек алып, турап алатын боламын. Міне біздің наурыз көжеміз дайын болып шықты. Ішіне қазысын салып қойдым. Және де айранын қосып, дайын дастарханға тарта берсеңіздер болады. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.